Оқу мақсаттары. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Бағалау критерийлері. Өз ойларын айтуға машықтанады, өлеңді мәнерлеп оқиды, әже өлеңнің мағынасын түсініп, үлкендердің еңбегін бағалайды. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз сөз жұмбақ шешіп алайық. Сөз жұмбағымыз 3 сұрақтан берілген. Бірінші сұрақ: күшті сөзін басқаша қалай атайды? Екінші сұрақ: ананың құшағы қандай? Үшінші сұрақ: анадан кейінгі қамқор адам. Бұл тапсырмаға берілген дескриптор берілген тапсырманы түсінеді, сөз жұмбақтың шешуін табады. Жарайсыңдар балалар. Күшті сөзін басқаша қалай атағанда әлді деп атайды екенбіз. Ананың құшағы жылы екен. Анадан кейінгі қамқор адам ол әке. Енді сөз жұмбағымыздағы жасырын сөзіміз қандай сөз екен? Жарайсыңдар балалар. Әже деген сөз шықты. Балалар, сөз жұмбақты шешу арқылы енді шыққан сөз бойынша тақырыпты болжаймыз. Ал балалар, әже деген сөз шықты. Қалай ойлайсыңдар, әже деген кім? Балалар, дүниеге қыз бала нәресте келсе, қыз бала өсе келе келіншек болады. Келіншектен кейін жас ана болады. Жас анадан қария әже болады. Әпкем әже баласы, әкем әже баласы, апамыздың ағасы, ол да әжемнің баласы. Анам дейді мамашым, әже деген шамасы, аналардың анасы. Әже ата-ананың анасы, үйдің үлкені, мейірімі мол, құшағы кең, ақылы сара, өзі дана, немерелерінің сүйікті жаны. Қазақ отбасында әже орны қадірлі әрі ерекше. Әже әулеттің ұйытқысы, жастардың тәрбиешісі. Балалар, сонымен бізге әже кім болады екен? Сендер әжелеріңді жақсы көресіңдер ме? Әжелерің сендерді кім деп еркелетеді? Әжелерің сендерге ертегі айтып береді ме? Айтсыңдар балалар, жауаптарын дұрыс. Әже дегеніміз біздің ата-анамыздың анасы екен. Біз әжеге немере боламыз. Олай болса балалар, бүгін біз Фариза Оңғарсынованың әже өлеңімен танысамыз. Фариза Оңғарсынова 1939 жылдың 25 желтоқсанында қазіргі Атырау облысына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. 1961 жылы педагогикалық институттың бітіріп, мұғалімдік қызметті атқарып, газеттерде тілші, журналдың бас редакторы болған. Бүгінде ол халық жазушысы, парламент депутаты болған адам. 2014 жылдың 23 қаңтар күні Астана қаласында ұзақ сырқаттанып дүниеден өтеді. Ол кісінің көптеген сөз сыры, дауа, тағы да басқа еңбектері бар. Сол еңбектерінің бірі әже өлеңі. Оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы әже өлеңін оқимыз. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттіні де жасырып, тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады, ертегісін, әндерін. Біздің үйде осындай әже тайым бар менің. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптердегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Ақын қолданған сөздерге назар аударамыз. Кестені дәптерге толтырыңдар. Бұл тапсырмаға берілген дескрипторымыз өлеңді мәнерлеп оқиды, өлеңде кім жайлы айтылғанын түсінеді, кестедегі сөзді дәптерге жазады.
Балалар, жаңа сабақты 5 жолды өлең стратегиясы арқылы бекітеміз. Кім? Әже. Қандай? Мейірімді, ақылды. Не істейді? Тоқиды, үйретеді, еркелетеді. 4 сөзден тұратын сөйлем. Менің әжем асыл адам. Әже сөзіне синоним апа. Ал енді балалар, үй тапсырмасы. Үйге әже өлеңін жаттау. 50-ші бет. Балалар, маған бас бармақ әдісі бойынша кері байланыс беріңдер.